Кеш жарық қадірменді көрермен, эфирде әдеттегідей сырласу, және мен Әйгерім Сейфолла. Бүгінгі сырласудың қонағы Қазақстанның халық жазушысы, түрік халықтарының арасындағы ең үздік әлем ақыны сыйлығының иегері Мұхтар Шаханов. Мұхтар аға, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Жалпы Астанаға ат басын жиі бұрып тұрасыз ба? Енді 4 айдан бері келгенім осы. Сіздің денсаулығыңызды қазір көп оқырман жалпы қазақ халқы уайымдайды. Бір емес екі рет жүрек талмасына ұшырадыңыз, е? Қазір денсаулығыңызды қалай күтіп жүрсіз? Құдайға шүкір, жаман емес. Әлі де біраз жерге баратын шығармыз деген үміт бар. 70 жылдығыңызда Астанада конгресс-холлда дүрілдетіп тұрып өткізу керек еді. Сіз қатысуыңыз керек еді, бірақ өкінішке орай қатыса алмадыңыз денсаулыққа байланысты. Басым айналып құлап қалдым. Осында 15 шақты күн ауруханада жаттым. Мынау қазіргі кезеңде ғаламторда ең көп пікір президенттен кейінгі пікір мен жөндеген. Енді біреулер ынты-шынтымен мақтап жатады, біреулер жерге соғып жатады. Өйткені енді біз елдік ұлттық мүдденің айналасында жүрміз ғой. Соттан енді біз жөнінде әңгіме көп. Өзіңіз оқисыз ба? Бір кезде айтып еді, қазір қоғамдағы ең сауатсыз екеуміз болып қалатын шығармыз деп. Ол кісі де мынау компьютерді оға алмай кетті. Мен әлі күнге дейін сауатсызбын, бірақ осы биылдан бастап қолға алсам деген ойдамын. Бұл ниет қайдан туды аға? Неліктен туды? Үлкен себебі осы соңғы кездері мынау латын әліпбиіне біз қарсы шықтық. Сонда сол пікірлерді оқып отырып, кейбіреулердің пікірлеріне соншама деңгейде кейбіреулерінен көңілім қалды. Латын әліпбиіне неге қарсы шығып жүрсіз аға? Жалпы латын әліпбиіне баруға болар еді. Мысалы, мына біз өзбектер сияқты болсақ ең болмаса. Мына өзбекте бүкіл халық мемлекет тілде сөйлейді, өзбек тілінде сөйлейді. Орыстарға дейін, басқа ұлттың өкілдеріне дейін бәрі өзбекше сөйлейді. Бізде Қазақстанда кезінде президент айтты, халықтың 50%-дан астамы өз ана тілінде оқи алмай, жаза алмайды деп. Қазір ол 60%-ға жетіп қалды. Қайбір жылы мынандай жағдай болды. Мен парламентте депутат болып жүрген кезімде үкіметте 300-ден астам қызметкерлердің 5-еуі ғана өз ана тілінде оқи алатын, жаза алатын. Кез келген мекемеге барыңыз, сол мекемеде 5 адам, әйтпесе 10 адам ғана өз ана тілінде оқып жаза алады. Көпшілігі МГХ дегенімізде мордиясы ғана қазақ. Ал енді латын әліпбиіне көшсе, қазақ халқы екіге бөлінеді. Мына өз ана тілінде оқи алмайтындар, жаза алмайтындар, қазір мынау кириллицаның өзінде латынға барғанда соны оқып үйренеді деп ойлайсыз ба? Екінші жағынан күні бүгінге дейін миллионнан астам атпенен әртүрлі кітаптар шықты, ғылыми еңбектер шықты, диссертациялар жазылды. Ал енді соның барлығы қалады кириллицада. Оларды кім аударады? Рас, мемлекет қаржы табамыз деп отыр, дұрыс. Бірақ қазіргі кезеңде мұны мектеп оқулықтарын басуға үкімет қаржы жатыр. Кейбір мектептерде бір оқулықты 5-6 баладан оқып жатыр. Сізге бұндай мәліметтер аға қайдан келеді? Жақында ғана менде бірнеше мектептің директорлары болып кетті. Солардың болған әңгімеде осы мәселе көтерілді. Үндеу жарияладыңыздар? Үндеу жарияладық. Амангелді Айталы бар, тағы да белгілі үлкен-үлкен тұлғалар бар. Үндеу жарияладыңыздар енді нәтиже болуы мүмкін бе? Құлақ асады деп ойлайсыз ба? Бұның барлығы қабылданып қойды, айтылып жатыр. Бірақ билік ойланатын шығар деген ниеттемін. Мысалан, мынау сол үндеуден бір мысал келтірейін. Баз біреулер латын әліпбиін
нақ бір қазақ немесе түрік халықтарының бірі ойлап тапқандай құлшыныс танытады. Латын әліпбиін біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасырларда көне римдіктер қолданған. Ол итальян тобындағы жазу. Тағы біреулер кириллицадан кетсек, орыс отаршылдығынан құтыламыз деп кеуде соғады. Бұл қиял ғана. Олар кириллицаның 9 ғасырдың аяғында, 10 ғасырдың басында грек жерінде, кейіннен грек діни уағыздарын славян халықтарына тарату мақсатында дүниеге келгенін аңғара бермейді. Сондықтан біз осы елдік ұлттық мүдденің басында келе жатырмыз. Мына мәселені біз тегінен айтып отырған жоқпыз. Егер осыны ойланбасақ, біз үлкен қиындыққа жолғамыз. Өйткені мынау мемлекеттік тіл туралы қаншама уақыттан бері айтып келе жатырмыз. Жазып келе жатырмыз. Бірақ кім тыңдап жатыр бізді? Ал енді күні бүгінге де егер билік таңертең тапсырма берсе, түс қайта барлық облыс орталықтары, аудан орталықтары іске кіріседі. Бірақ сөз жүзінде ғана қалып келе жатқан мәселелер. Сондықтан мына латын әліпбиі керек. Оны былай да шешуге болады. Біз ағылшын тілін үйреніп жатыр ғой жастарымыз. Қытай тілін үйреніп жатыр. Сол сияқты тапсырма берілсе, жұрттың бәрі өзі-ақ үйренеді. Өйткені себебі ғаламторды жұрттың бәрі білу керек. Аға, сол сіз айтпақшы, ғаламторда мен көзім шалды. Шаханов өз позицияларын айтам деп жүріп, жұртты шатастырады, адастырады. Мүмкін ол өзінің кітаптарының осы уақытқа дейін басылып шыққан, қайтадан латын әріпбиіне көшкен кезде басылмай қалуынан қорқатын шығар деп айтады. Басылған кітабы басылмаса да менің кітабым басылады, айналайын. Мені халық өзі-ақ шығарады, менің кітабымды. Білдің ба? Менің өлеңдерім Қазақстандағы ең жатқа көп оқылатын өлең екендігін жұрттың бәрі біледі. Тек қана Қазақстанда емес, аға, жапон, түрік, қырғыз, басқа елдерде де солай. неміс. Қай бір жылы жапондарға барғанында, жапондардың жігіттері, қыздары менің өлеңдерім жатқа айтып шықты. Ал басқа елдерге барғанымызда солай. Немістерді, мына Айтматов екеуміз немістің 12 қаласын аралауым керек болды, соның 6 қалаға мен Айтматов ертіп жүрді. Сонда қаншама немістің жігіттері, қыздары өлеңдерін жатқа оқыды. Тіптен бір жігіт жолығып, пәлен қалаға барған кезде міндетті түрде мына өлеңіңізді оқыңызшы деп өтініш жасады. Өйткені мен сол кезде сояқтан мен телефон соғамын, сояқтан қыз келіп тұрады, сол осы өлеңді тыңдасыншы деп өтініш жасады. Сондықтан ол әшейін біреулердің айтып жүрген әңгімелер, пендешілік әңгімелер. Мен елдік ұлттық мүдде төңірегінде әңгіме қозғап отырамын. Мысалы, біздің алғашқы кездегі айтқан әңгімелеріміз, көтерген мәселелеріміз алғашқы ылғи осындай қиындыққа жолығады. Мәселен, Қазақстандық ұлтты алғаш көтергенімізде осындай жағдай болды ғой. Онда қазақтың кейбір менмін деген жігіттерінің өзі бізге қарсы шықты. Билік тарапынан қаншама ауыр сөздер айтылды. Сол кезде ғаламторда қаншама жөнсіз сөздер айтылды. Ақыр аяғында біздікі дұрыс болып шықты ғой. Егер Қазақстандық ұлтқа біз қарсы тұрмағанда не болар еді? Қазір Қазақстандық ұлт болып отыр. Қазір бәріміз Қазақстандық ұлтта отырған болар едіміз. Қазақстандық ұлт өзінің негізін американдық ұлттан алады. Бәріміз бір ұлт болуымыз керек. Сондықтан қазіргі мынау қазақтар ұлт. Сондықтан билік басында негізінен біздің ұлттың өкілдері отыр ғой. Егер Қазақстандық ұлтқа көшсек, түгел олай болмайды. Мен қазақпын деп айтсаңыз жауапқа тартыласыз сонда. Қазақтың мектептері болмайды. Барлық елдік ұлттық мүдделердің төңірегіндегі мәселелерді айта алмай қаламыз. Сіздерге рахмет айтқандар бар ма, аға? Жоғарғы жақтан. Біз қателеспіз, сіздердікі дұрыс болыпты, міне жемісін қазір көріп жатырмыз деп. Мойындады ма? Өзінің Қазақстандық ұлттың төңірегінде өзінің кемшілігін мойындады, кешірім сұрады. Осы өнер адамдары белгілі бір дәрежеде, белгілі бір салада жетістікке жеткендер неге саясатқа араласады деп жатады. Олар өздерінің соңынан сөйте тұра қаншама адамды ертіп апарады, олардың соңында кәдімгідей күш болады. Сіз не үшін араластыңыз саясатқа? Менің бір өлеңім бар. Сол өлеңде осы сіздің сұрағыңызға жауап берілген.
Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналғанмен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, ездігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқасшандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, том-том өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш. Содан ақын сымақтардың көбі түпірі жалағыш. Яғни, қазіргі кезеңде менің ұстадым мынадай. Жүзден талантты ақын болсын, талантты ғалым болсын, жазушы болсын. Егер ол адам шындығын жоғалтып алса, елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, оның құны мен үшін көк тиын. Саясатпен егер сіз шұғылданбасаңыз, саясат сізбен шұғылданады. Саясат сізбен шұғылданады. Руханият емес, өзге партияны таңдаған кезде қазір парламентте отырар едім осының барлығын айтып, халыққа жеткізіп деп ойламайсыз ба? Кезінде біз халық рухы деген партия құрғанбыз. Сөйтіп 60 мыңнан астам адамның қолын қойдырып, солардың құжаттарыменен тапсырғанбыз. Содан бері қаншама жыл өтті. Бірақ билік соны әлі тексеріп жатыр. Әлі бір шешімге келмей жатыр. Соны кейін енді амалсыздан Руханият партиясы тіркелген, соны оның басшысы маған келді. Осы бір партия болсақ, деген үйе айтып еді. Соны қосылғанбыз. Кездесулер болды 6 облыста. Мен кіріп барғанда жұрттың барлығы орнынан тұрып қол соғып тұрды. Соны кейін айтты, барлық ұлттық мүдденің басында сіз жүрсіз, сондықтан біз сізге біргеміз деді. Соны кейін ақырағында менің бір өте үлкен қылмысымды тапты. Қандай қылмыс? Мен 37 теңге төлемеген екем, салық төлемеген екем, 37 теңге. Сол арқылы бізді алып тастады. Аға, сол Руханият партиясына қосылғаныңыз үшін бір пайда таптыңыз ба? Мен еш уақытта ақшаға бет бұрған адам емеспін. Таза күйімде келе жатырмын. Кезінде мен арал проблемасын көтергем. Бүкіл әлемнің құлағына жеткіздік. Содан кейін мен Іле-шала желтоқсан көтерілісінен шұғылдандым. Сол кезде біреулерге керек болды, мен амалын тауып сүріндіру. Олар ойлапты, осы аралдың қанша ақша түсіп жатыр, соны жемеу мүмкін емес деп өздерінше топшыласа керек. Бір күні маған келіп құжатын көрсетеді, мен тексеруге келдім арал. Содан кейін мен айттым, мен желтоқсанмен шұғылданып жатырмын. Күнсізін ұйықтамай жұмыс істеп жатырмыз қалған. Басқа кезде келсең келдік, бір айдан кейін келсең кетеді. Жоқ, қара тексерем деді. Онда жарайды мақұл. Сен де біреулер жіберіп отыр ғой дедім. Ал тексер. Қасынан жігітті қосып бердім. 20 минуттан кейін қайтып келді. Сізге түсетін, аралға түсетін ақша бар да, бірақ соны алатын механизм жасамапсыз ғой деді. Енді не деп ойлап едің, иттің баласы дедім. Міне, сол кезде тура сол күні таңырда 2 мақала шықты. Бір үлкен газетте, тағы бір газетте 2. Аралдың ақшасы қайда? Шақанып қайда жіберіп жатыр ақшаны деп. Соны кейін жаңа 2 газетті мен мәлімдемесін сотқа беремін, кешірім сұрауларың керек деп. Соны кейін амалсыздан 2 газетте кешірім сұрады менен. Сондықтан мен өзіме қай жақтан шабуыл келетінін білемін. Сондықтан мен еш уақытта мынау пендешілікке неге араласқан емеспін. Мынау қазір мен жалын журналын басқарам. Осы сияқты журналдардың егелері бар ғой. Солардың барлығы белгілі деңгейде биліктегі кейбіреулерге соның 10%, 20%, 30% пәре ретінде береді. Менен бірақ сұрауға қорқады. Сол журналдан жеуге мүмкіндік бар екен.
Маған біреулер айтты, былай мынаны жеңіл. Бірақ мен еш уақытта мұндай неге бет бұрған адам емеспін. Шахановтың меншігінде қазір не бар? Менің меншігімде не бар? Осылай жүріп жатырмын. 150 мың теңге айлық аламын. Үйім бар. Жалын журналы сіздің меншігіңізде емес? Қайбір жылы маған биліктен бір адамдар келген. Үкіметтің үйінде тұрады екенсіз, көп қабатты. Ал жеке үш қабатты үй берейік, астыңызға жип машинасын берейік деді. Басқа да мүмкіндігіңіз, денсаулығыңызды қаратайық деді. Өтеуі. Бірақ мен күні бүгінге дейін айналайын, бұндай нелерге бет бұрған жоқпын дедім. Таза күйімді кетуім керек дедім. Бұлғанбауым керек, ең бастысы. Үйдегі жеңгей, балаларыңыз ренжімей ме? Оларға не Үйленіп қалдырасыз? кеткен. Қарапайым өмір, е? Қарапайым өмір. Қазір балаларыңыз қайда жүр? Немен айналысады? Енді балаларым өздерінің жанұясы бар. Ал бір балам мен өзім жалын журналында мен ары бері тасиды машинасымен тарихи мәселелермен шұғылданады. Сол жөнінде қаншама мақалалар жарық көрді. Ақын емес пе ешқайсысы? Жоқ, ешқайсысы ақын емес. Айшөрек? Жоқ. Ол тек оқиды, я сіздің оқиды, қазір енді колледжде оқып жатыр. Сонымен неше бас аяғаға? 4 балаңыз бар ма? 4-5 бар. 4-5 ел бар. Аға сізді көп әйел алған деп айтады. Рас па? Ондай енді сұрақтың керегі не? Жарайды, өзіңіз біліңіз. Бұл енді жеке басыңызға байланысты, жұрт сұрағасын айтып жатыр. Аға, сіздің діни сеніміңіз қазір намазға жығылғаныңызға 7 жыл болыпты, иә? Сіз қай бағытты ұстанасыз? Қазір дінде тармақтар өте көп, иә? Жуырда ғана маған бір жігіт әңгімесін айтты. Бір тойға қатысыпты. Сол тойға қызбенен жігіт отырады ғой енді. Сөйтсе, қызды жібермей үйіне қалдырыпты да қызды. Қыздың ағасын отырғызып қойыпты. Жігітпен бірге? Иә, жігітпен бірге. Қызды көрсетуге болмайдымыз. Міне енді о да өзінше діннің бір тармағы. Кейбір діндер бар, әке шешеңе Құран оқуға болмайды. Иә, естіп жүрміз. Енді әкемізді шешемізді еске алмасақ, оны несіне ғұмыр кешеміз. Жалпы әртүрлі діндер көбейіп кетті, оғаш діндер көбейіп кетті. Ал енді біз таза өз ата-бабамыздан бастап келе жатырмыз осы мұсылман дінінің осы тармағында. Сол бағытта ұстанғанды жөн көремін өз басым. Қай қызметте жүруіңіз мүмкін қазір сізге ұсыныс тастаса? Таңдай аласыз ба? Тіл комитеті, парламент? Енді ондай басшылық қызметке баруға менің құлқым жоқ. Кезінде маған ұсыныстар да болған. Неге бас тарттыңыз? Үлкен себебі олар мені парламенттен шығарады, парламенттен кетірудің амалы қойған оларды. Аны парламенттен кетсем, мен парламентте күш болып тұрды бойды. Қанша? 2,5 жыл отырдыңыз, е? Иә, 2,5 жылдай отырдым. Сонда 60-тан астам мәлімдеме жарияладым. 63 деп жүр. Иә, 63 рет мәлімдеме жарияладым. Бәрі тілдің төңірегінде. Сіз мойындайтын зиялы бар ма? Латын әліпби төңірегінде бас қосқан азаматтардың барлығы осы үлкен ұлттық мүддеге. Солардың көпшілігі сол санатта бар десе. Сіз бүкіл шетелдегі талай марапаттарға ие болдыңыз, е? Ол әрине біз үшін, қазақ халқы үшін үлкен жетістік. Ал біздің елде берілетін атақ дәрежелерде неге бас тартып жүрсіз? Тіпті халық қаһарманын береміз деген кезде бас тартыпсыз, е? Менің өзі ұстанымым бар. Отан біздің ең үлкен анамыз, әркім өз анасына сіңірген еңбек үшін құрметтеп етпеу керек. Отан да бірақ өзінің дараланған ұлдарын марапаттап отыру шарт. Мұны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ бұл өте әділетті болу керек. Ал қазір кез келген ұрының, түрмеде шіруге тиісті ұрының 2 орден, 3 медалы бар. Солардың қатарында жүргім келмейді. 25-ке жуық мемлекеттер мен әртүрлі маған сияпат көрсетті. Сіз ойламайсыз ба, ол жақта да мүмкін солай шығар?
Жоқ, енді мәселен, мен негізінен ол менің шығармаларыма беріп жатқан сыйлықтар. Бірақ мынау менің есімім кезінде Біріккен ұлттар ұйымының алтын кітабына жазылды. Бізде не үшін бергісі келді? Мысалы, халық қаһарманын қай еңбегіңізге, қай ісіңізге қарап бергісі келді? Енді мәселен мен барлық елдік ұлттық мүдденің төңірегінде жүрмін. Мәселен, неге алмасқа? Наурызды да мен көтердім, кезінде Колбинге хат жаздым. Содан кейін Колбин мені хатымды бюро мүшелерінің арасына тартылатты, бюроға салыпты. Сонда екі қадам қолдап шығыпты. Оның бірі сол кезге министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, екіншісі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің идеологиялық хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков. Содан кейін мен Колбинге айттым, мынау желтоқсан көтерілісі, желтоқсан оқиғасы екі ұлттың арасына сынақ ақты. Егер сіз Наурыз мерекесін тойлауға мүмкіндік алып берсеңіз, онда халық сізге басқаша көзбен қарайды. Қазақ халқы ықыласты көзбен қарайды. Дегенінде көз жайнап кетті Колбин. Оймай, онда мен Горбачевты амалын тауып көндірем, онда тойлайық деді. 62 жыл бойы тиым салынған тойлауға. Сөйтіп соны алғаш рет Қазақстанда тойлаттық. Содан кейін келесі жылы Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Әзербайжан республикалары тойлады. Бүкіл елдің игілігін айтылды. Мұхтар аға, бүгінгі таңда кімдермен араласып сырыңызды айтасыз? Енді Шыңғыс Айтматовпен керемет дос болғандарыңызды білеміз. Сондай Шыңғыстай дос Қазақтан табылмады ма? Шыңғыс Айтматов тек Қазақта ғана емес, Қырғызда ғана емес, әлемдік деңгейдегі ұлы тұлға. Оның шығармалары әлемнің 177 тіліне аударылған. Сіздің өлеңдеріңіз? Мынау поэзияның аударылуы өте қиын. Абайдың өзі 30 шақты тілге аударылған. Мұхтар Әуезовтің өзі 40 шақты тілге аударылған. Менің 50-ден астам тілдерде жарық көрді менің кітаптарым. Мен енді қанша мыңдаған адамдармен әңгімелестім, сырластым, пікірлестім, бірақ Айтматовтай өзіме жақын, үлкен деңгейде әңгімелескен адам жоқ. Екеуміз бірлесіп Қозбасындағы аңшының зары атты есі жаздық. Содан кейін Сократты ескеру түні атты драма жаздық. Ал енді сол екі адамның бірлесіп шығарма жазу өте қиын шаруа. Бір-бірімізге ерекше жақын дос. Ал енді Айтматовты жоғалту мен үшін өзі әкемнің, анамның қазасынан кейінгі ауыр қаза. Өзі жалғыз қалған сияқты кейіпте жүрмін әлі күнге дейін. Мынау Қос бәйтерек достығы деген фильм түсірді. Деректі фильм. Бұл деректі фильмнің осы биыл бірнеше мемлекетте, атап айтқанда Францияда және Америкада және Жапонияда тұсаукесер өтпекші. Тұсаукесерлеріне қатысасыз ба енді осы фильмдердің? Иә. Біз де үзіндісін көрейік қазір. Экранға қараңыз.
Эки халық достошсун, қазақ менен қырғыздай. Эки жигит достошсун, Мұхтар менен Чыңғыздай. Аға, Шыңғыс Айтматовқа сіздің шығармашылығыңыздан ерекше ұнағаны қайсысы? Қай өлеңіңіз? Кезінде менің 12 алу үш деген поэмам болды. Бұл поэманы орыс тіліне Евгений Евтушенко аударды, ал сөзді Шыңғыс Айтматов жазды. Одан басқа да менің өлеңдерімнің көпшілігін Айтматов ерекше қадір тұтты. Бағалайтын. Әсіресе менің мынау өркениеттің адасуы деген шығармама өзі алғы сөзді жазды, және осыны әлемдік деңгейде, осы поэманың әлемдік деңгейде шығуына үлкен әсер етті. Және мынау Стокгольм форумын өткізген кезде осы өлеңді мені баяндама ретінде оқытты. Мен санасатын, мен оқитын ақындарым мыналар деп жастардан кімді атай аласыз? Енді Құдайға шүкір, қазір енді талантты ақындар бар бізде. Бірақ мынау мен өз басым қазір басқаша бағыт ұстанамын. Қазақстан Жазушылар одағының құрылтайы болды. Сол құрылтайда мен айттым. 777 мүшесі бар екен Қазақстан Жазушылар одағының. Соның 7-еуі ғана елдік ұлттық мүдде төңірегінде біздің қасымызда. Егер 70-і жүрсе, кейбіреулер, биліктегі біреулер бізге басқаша көзбен қараған болар еді. Жастау кезімде менің өлеңдерім жиі беріліп тұратын. Бір жылда телеарнадан 2 рет, тіпті 3 реттен берілетін. Сол тұста мен бір кездесуде айттым, кейбір ақындар мен үшін жоқ. 30-дан, 40-тан, 50-ден кітап шығарған, бірақ кейбір ақындардың мен бір жол өлеңін айта алмаймын. Ал мұнда Әбілді Тәжібаевтың 5 жол өлеңін білемін деді. Мұңдымын деп шағынбаймын қашанда, қорқам бірақ тіпті мұңсыз жасауға. Мүмкін бе екен сонша сүйіп өмірді, сол өмірдің мұңдарынан босауға. Содан кейін тағы бір жолы, не тапты қазақ құлагерді ұрып шыққанда. Осы 5 жол өлең үшін Әбілді Тәжібаевты ерекше қадірлеймін деді. Содан бір күні Жазушылар одағына барсам, баспалдақтан Әбілді Тәжібаев түсіп келе жатыр таяғыменен. Ана жерден мен көре салып байқады, ай Мұхтар, мен қанша том өлең жаздым, соның ішінен сен 5-ақ жол өлеңін алғаның не? Бұл енді әділеттілік емес қой деді. Аға, мынау поэзия дегеніміз әлемдік деңгейдегі ешкім айтпаған ойларды айту. Әйтпесе ана тұрған бидайды комбайнмен жинайды деп кезген адам айта береді, жаза береді. Мен соның ішінде сізден өзіме ұнаған жолдарды ғана алдым. Сізден 5 жол өлең таптым. Кейбір ақындардан бір жолдарды тапқан жоқпын. Абайдан таптыңыз ба? Енді Абайда көп қой. Жастардың ішінен Серік Ақсұңқарұлдан 1-2 жол өлең таптым. Қазақ қазір Кенесары, кеудесі бар, басы жоқ деген. Біз поэзияға тек қана өзіміздің, ұлтымыздың көзімен ғана біз әлемдік деңгейдегі талғаммен қарауымыз керек. Махаббатқа анықтама беріңізші. Менің дара талғам қасіреті деген өлеңім бар. Неге Абайда 5 әйел бар? Ал Пушкинді 113 қыз келіншек тұсынан шоқшыша қоршаған. Дон Жуандық емес пе бұл? Аң-таң әлі ел соған. Абайда, Пушкинде бұл 5 жылда, әйтпесе 1000 жылда бір-ақ рет дүниеге келетін ұлы тұлғалар. Сондықтан олар өзінің талғамына сай әйел іздеді. Бірақ ондай әйелді өзінің Абай алған 5 әйелдің ішінен де табылмады. Содан кейін ауылындағы басқа қыздардың ішінен де табылмады. Ал Пушкинмен араласқан 113 қыздың ішінен де ол шыға қоймады. 113 мың қыздың ішінен де табыла қою екталай еді. Міне сондықтан махаббат дегеніміз бұл мүлде өзгеше дүние. Егер біз махаббатты Эверест шыңына теңесек, сол Эверест шыңына көтерілген адамдар саусақпен санарлықына.
Бірақ солай талпынудың өзі үлкен жетістік. Міне осыған байланысты мен жуырда Қонаевтың дара махаббаты және сезім сана биіктігі туралы толғаныс деген өлең жаздым. Талпынғанның бәрі неге жете алмайды белеске? Шын махаббат екі дара, екі іңкәр жүректің шырқау сана биігінде жолығу емес пе? Көп адамның үміттері, талғамдары жаралы, сезім сана шыңдарына кім шарықтай алады? Махаббат тек дара, ұлы адамдарда болады деген сенім мәңгілікке өзгеріссіз қалады. Аға, енді сіз дарасыз. Сіздің талғамыңыздағы махаббат кездесті ме ару? Жақындады, бірақ бүкіл ынты-шынтыменен құлай сүйген адам болған жоқ. Ешкімге ғашық болмадым дейсіз бе сонда? Қызығушылық болды, талпыныс болды, бірақ жас кезімде бір Күләнда деген қыз менен араластым, бірақ ол жол апатынан қаза болды. Ал әртүрлі деңгейде бұлай сырласқан адамдарым болды, бірақ құлай сүйген, ынтыға сүйген, берілі сүйген адам болған жоқ. Мүмкін кінә өзімнен де шығар. Үйдегі жеңгей бұны біле ме? Енді жеңгеңізбен адамгершілігі жоғары, үлкен деңгейде әңгіме құраламыз. Енді Жалпы сіз өзіңіз айтқан жаңағы махаббаттың эвересіне шыға алмадыңыз, е? Енді солай сондай үлкен биікке шыға алмадым. Аға, сіз алмаған асу қалды ма? Біз шыға алмаған биіктер көп қой. Мысалы? Қанша уақытымды қоғамдық жұмыстар алып кетті. Егер басқалар сияқты бүкіл ынты-шынтыммен шығармашылыққа беріліп, соның төңірегінде әртүрлі ізденістер, талпыныстар жасағанымда тәп-тәуір ақын болғым келеді. Тәп-тәуір ақынсыз ғой. Мен өзіме өте қатты қарайсыз, е? қатал талғаммен қараймын. Сонда сіздің талғамыңыздағы Мұхтар Шаханов қазір қандай баға қоюға болады сол Мұхтар Шахановқа? 3 қоюға бола ма, 5 қоюға бола ма? 3-ке қосу қоюға болатын шығар. Нью-Йоркке мамыр айында сіз шақырту алыпсыз, е? Неге байланысты? Енді мынау Түркия тағы маған бір түрк әлемінің дара тұлғасы деген сыйлық беріпті. Тағы да Түркия. Иә. Сол сыйлықты маған Нью-Йоркты тапсыра деген. Және сол жерде мынау Шыңғыс Айтматов екеуміз туралы шығарылған фильмнің тұсаукесері өтпекші. Бақыттысыз баға? Енді ұлт бақытты болса, мен де бақыттымын. Сіздің халықаралық тракторшылар сайысында бірінші орын алғаныңызды естідік. Бұқамен шайқасқа түскеніңізді естідік. Онда ерліктеріңіз өте көп екен. Жалпы ақын болмаған кезде сіз қазір кім болып отырар едіңіз? Кім білген енді, бір кезде мен ағаш ұстасы болсам ба деп те ойлағам. Сөйтіп, мынау соның оқуына да келгем. Бірақ соны қабылдамай қойды. Қабылдамай қойғаны дұрыс та болған сияқты. Қолыңыздан келеді ме жалпы? Ағаш жол. Ал енді мен әжептәуір ұсталық өнерім бар еді. Қазір жалғастырмадыңыз? Енді анда-санда бір мүмкіндік болған кезде, әпкемнің үйіне барған кезде кейбір жұмыстарына араласам. Қолыңыздан өлең жазудан басқасы тағы не келеді?
Ең үлкен бақытым ақты ақ, қараны қара деп айтылатындығымда болса керек. Менің мынадай бір өлең жолдарым бар. Саралауға ұлтсыздықтың, сатқындықтың қыспағын, әр қазаққа керек бүгін мүлдер жаңа ұстаным. Бір сәтте жеп атқарылар қызметінің құлқы үшін, толған баса жойылуға бағытталған ұлт үшін, ұрсызданған жанұясында толған баса тіл үшін, сын сағатта өз ұлтымен бірге алмаса тынысын, бұған қоса пайымсыздық сырқатынан сорласа, құжатында қазақ болып жазылғаны далбаса. Хақымыз бар ондайларға сөзерларға бөлектеп, тәлім берген ата-анаңа және өзіңе нәлеттеп. Сондықтан әрбір адам міндетті түрде өзінің ұлтына, оның рухани құндылықтарына, оның салт санасына, пайым парасатына тамыр жіберу керек. Онсыз ол өз халқының толыққанды перзент емес. Сондықтан екеумізді тыңдап отырған тыңдармандардың барлығына сол биіктен көрінсін деп тілегі тиек. Мұхтар аға өте ырымшыл дейді. Шашын түске дейін ғана қиғызады екен дейді. Рас па? Иә. Әкемнің өзі солай еді. Әкем шашын түстен кейін ғана қиғызатын. Сіз де түстен кейін қиғызасыз? Мен де соны ұстанып қалдым. Қызық екен. Жалпы ырымшылсыз ба? Иә. Бәрінен шаршадым, бәрібір мен сөзіме құлақ аспайды деп, қолыңызды бір сілтеп, шетел асып кеткіңіз келмей ме? Сол жаққа барып денсаулығыңызды күтіп? Жоқ, мен еш уақытта шетелге кетпеймін. Мен осы елдің, осы топырақтың, қазақ топырағының перзентімін, қазақ топырағында өлемін. Сырласуға келгеніңізге өкінбейсіз бе аға? Неге өкінемін? Уақытымды зая кетірдім. Жоқ. Өзіңдей пайымды, парасатты қыздармен анда-санда жолығып тұрғанның артықшылығы жоқ. Бұны сұрағаным, осы сырласуға келуге өтініш білдіреміз ғой. Үлкен ел сыйлайтын азаматтарға телефон шалып, сол кезде менің алдында осындай азамат болды, ол шыққан, ол отырған студияға мен бармаймын деп шығады. Ұсақ түйектер шығып жатқан студияда мен отырып әңгіме айтпаймын деп шығады. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы осылай адамдарды бөлу керек пе? Бізде бір-бірін мойындамайтындар өте көп. Қазіргі кезеңде жаңа айтып кеттім, шындығын жоғалтып алған адамдарда есеп жоқ. Телеарнаны басып қалсаң, өтірік айтып отырады. Соның өтірік екенін өзі де біліп отыр. Бірақ қызметіме орай айтып отырмын деп өзін ақтайды. Сондай адамдарменен менің де бірге отырғым келмейді. Бірақ ақты ақ, қараны қара деп айтатындар өте сирек. Анда-санда өзім жүргізген хабардан кейбір адамдардың шындығы аңғарылып тұрады. Сондықтан да өзіңе Соларды көре тұра, келісім бердім. сіз келдіңіз, е? Аға, сіздің руға бөлінбейтінізді білеміз. Өзіңіздің руыңыз? Енді оның қажеті шамалы, бірақ мынау қазіргі кезеңде ұру үлкен бір індетке айналды. Әрбір ұру бүгінгі кезеңде өзінің жеке бейітін салбаған. Мәселен, мынау Шымкент жақта қаншама ұру бар, солардың көпшілігі өздеріне жеке бейіт салбаған. Соны кейін әрбір ұру өзіне әнұран шығарған. Ал енді қазір кәсіпкерлер бар ғой, сол кәсіп өздерінің ұруларының адамдарын ғана алады екен. Енді жалпы дұрыс, әркім ұруын білу керек, ата тегін білу керек, бұған ешкім қарсылығы жоқ. Бірақ ұруға деген сезімі, ол адамның ұруға деген сезімі, өзінің жаңағы ата тегіне деген сезімі жалпы халықтық, ортақ, ұлттық мүддені басып кетпеу керек.
Қазір мәселен бір үлкен мәселе шықса арамызда, соған біреу айтсаң, ол міндетті түрде өзінің ұруының рұқсатын сұрау керек, ұру басының. Оны араласайын ба, араласпайын ба деп. Осы жағынан келгенде бұл үлкен індетке айналды. Осыған байланысты мен үндеу жарияладым, мені қолдап 140-тан астам адам қол қойды. Сіздің алдыңызға бірі Қыпшақ, бірі Найман, екеуі өлеңін алып барып тұрса, қайсысына қалай баға берер едіңіз? Егер ол Қыпшақтың ұлттық сезімі болмаса, мен үшін көктейін. Кім болса болсын. Қыпшақ бола ма, басқа бола ма? Мен тек олардың азаматтығына қарап бағалаймын. Аға, бағдарламаның соңында қысқа нұсқа тест болатын бізде. Бүгін өзгешелік жасап отырмыз. Сіз бір өлеңіңізді оқып берсеңіз. Ендеше мен жеңіліп тұрып жеңілмеу, немесе Бауыржан Момышұлының кешірім сұрау деген өлеңімді оқиын. Мен ол кезде әр адамын еркін батыл басатын, айтқанынан қайтпайтұғын едім қайсар жасағын. Өз негізін алған адам сияқтанған дауылдан бірде маған хабарласты Момышұлы Бауыржан. Сәні кеткен туған тілде таусылғандай ойкені, біраз уақыт телефонды ол тек орысша сөйледі. Кешіріңіз дедім оған, ұлтсыз қазақ парқсыз, мені орыс адаммен шатастырып алыпсыз. Жоқ деді ол, үнің сенің неге ызғарлы, неге тоң. Мен Жасақын Шақановқа соғып тұрмын телефон. Ал Шақанов сізше қалай айналған ба орысқа? Әлде орыс тілдермен түскен жан ба жарысқа? Дедім дағы қызынып, қазақтың нар перзентіне көңілім күрт бұзылып. Сіз әрқашан елімізде ұлттық мүдде дегенде дара тұлға болатынсыз шығар дара кемерге. Жан емессіз пайымсыздық жеңілатын ақылын. Сондықтан да мұныңызды түсінбедім, батырым. Сөзіңіз бен ісіңіздің арасы бүгін неге 2,5 шақырым? Деп телефон трубкасын ызбарлана тастадым. Уақыт өтпей қасқағым, менің қайсар мінезіме үндемей бас шайқаған, телефоным шылдырады қайтадан. Кешір Мұхтар деді Баукең, иттігіме дес берме. Қаншама жыл тек орысша сөз құрады әскерде. Билікте де орыс рухты адамдардан күш көру, тек сол тілде әлгілерден ойлы ойсыз іс көру, орысша ойлап, әр түн сайын тек орысша түс көру. Біз сорлыны алып келді нақ осындай жағдайға. Ұлтсызданған қызметте ұлт намысын қорлайды. Бір сәт дұрыс ашпағанға ұлттық мүдде есігін, беделімді 5 тиын қып сұрап тұрмын кешірім. Кешір мені айналайын, енді мүлде өзгерем, қазақпенен тек қазақша сөйлесуге сөз берем. Айтты бітті, еш күш оған бола алмайтын бөгесін. Қазақтың өр ұл адамы орындады өз өдесін. Бұл күндері бой көтеріп кейбір өлке қаладан ұрықсызға найзы іспетті атылып, жұртты сана бегіне шақырып, ескерткіш боп, шырқау көктен қол бұлғап тұр сол адам. Иә, ұлы тұлғаның да осал тұсы болады. Қателігін бірақ батыл мойындау, қателігін қатал шындық биігінде пайымдау, сол тұлғаның қайталанбас жеңісі боп қалады. Үлкен рахмет аға. Керемет өлең. Сырласуымызды осымен аяқтайық. Келгеніңізге бізге уақыт бөліп, үлкен алғысымды білдіремін. Енді көрермендерде түсіне жатар, бірақ ұсыныс көбінесе Мұхтар Шахановтың жеке өмірін білсек екен деген ұсыныстар көп болған, бірақ сіз ұлтқа қажетті әңгіме айтайық дедіңіз. Сырласуымыз осымен тамам аға. Қадірменді көрермен, біздің сырласуымыз осымен тамам. Келесі эфирде кездескенше.